Украин Мәскеу мен Петерборды жаратын зымыранында, ракетасында дайындап алып, енді қысқасы Украин қамданып отыр. Путиннің есі шығып, бармағын шайнап, сорлы бейшара аузынан орыстың жаңағы сіз білетін, біз білетін қалың боқтығын боратып, енді бүкіл Мәскеудің жаңа тұрғындар регионы бар, ресми әскери мақсатта салынған әуе қорғанысынан қорғану үңгірлерін босатуды бұйырды. Сөйтсе ол әбден іріп шіріген, былыққа белшесінен батқан, коррупцияға белшесінен батқан орыстың жаңағы жүйесі, ол әуе шабуылынан қорғаныс үңгірлерінің кейбіреуін жаңағы жеміс жидек сақтайтын қамбаға айналдырып қойған ғой. Енді жердің бәленбай қабат астында ондай жер суық болады, жер төле, білесіздер. Оның кейбіреулер жаңағы ақылы парковка жасап қойғанға, көлік тұрақ жасап қойған, жаңағы бір тоқтағаның 100 рубль деп әшейін ақша жасап отырған. Міне енді соны Путин біліп, жаңа орыстарын боқтап, енді боқтықты айтып берейін ба, орысша боқтық білмесеңіздер? Мен енді орысша білмеймін, бірақ боқтықтарын білемін енді. Өзім көп айтпайын. Бірақ білемін. Енді толықтабаңдар. Сөйтіп Путин боқтап, жаңағы бүкіл Мәскеудің мері бар, анау бар, генералы бар, бәрін қырып жойып, жаңағы әке шешесінен түк қоймай, бүкіл жаңағы мүшесінен түк қоймай Путин қарғапсылып, енді жаңағы бүкіл әуе шабуылынан қорғаныс үңгірлерін бірақ босатасыңдар. Енді босатып, енді қашқан халық, қашқан әскер тығылу керек деп Мәскеу мен Петербор енді әбігерге түсіп жатыр. Ал енді мен өзім күні түні тілеп жатырмын. Құдай, Зеленскийге қуат бер, Мәскеуде бір бүтін кірпіш қалмас екен. Ай, Тоқтамыс бабамның жаңа 3 мәрте өртеп жіберген Мәскеуін енді мынау Зеленский шағып жіберсе екен. Тоқтамыс бабам көрінен бір аумас екен. Мен өртеген Мәскеу баяғыда. Мен өртеген Мәскеу деп, Тоқтамыс қаныш өртеген Мәскеудің енді күлін көк күшірсе екен. Тарих сабағынан ұрпағымыз енді баяғыда Мәскеу деген қала бопты, мынау соның орны екен деп оқитын болса екен деп күні түні тілеп жүрмін. Енді Құдай енді кешірсін, енді Мәскеудегі жақсы адамдар енді тезірек қашып кетсе екен. Енді адамына өлім тілемеймін, бірақ ана Мәскеуді құрту керек. Ол біздің ата жаудың ордасы, 70 жылдық Қызыл империяның ордасы. Мен оған махаббатым да жоқ. Қысқасы зұлымдықтың ордасы, бүкіл адамзатқа зұлымдық алып кеп тұрған Мәскеу. Қысқасы сол Кремльмен қосып, Кремльден бір бүтін кірпіш қоймай тас талқаны шықса екен деп осы тілеп жүрмін. енді сөздің шыны керек. Сіздер де тілеңіздер. Енді қысқасы осындай болып тұрған. Аяқ астынан осытып соғыста үлкен өзгеріс болайын деп тұрған. Енді міне соғыс, енді айтсаң енді соғыс жаман, енді соғыс жақсы емес. Бірақ енді мына соғыста Путин жеңіліп, мына орыстың әскерлері бірімен бірі қырылысқан хабарларды мына әлеуметтік желіден орыстың, мен мына тымпеп орыстың телеграм чаттарында да отырмын, Украинның телеграм чаттарында да отырмын, тымпеп жаңа аңдып отырам. Жаңағы IT жаңағы нелерге тапсырма беріп, орыстың әлеуметтік желісін оны бақылатып отырмын. Енді сөздің шыры керек, тура қышыған жерімді біреу қасығандай болып, рахаттанып, енді сөздің шыны көңілім көтеріліп, енді сөздің шыны бір соңғы кезде рахат болдым. Жаңадан мына орыс әскерге алған әскерлер бар ғой. Олар енді мына алдыңғы шепте Путиннің бас ауруы болды. Содан бас ауруы болған соншалық бұлар командирге бағынбайды екен. Сонымен жаңа топ бригада жаңағы взвод болып жаңағы полк болып Украинға берілген, соншалық Украинның енді арнайы берілген, бағынған, тізе бүккен орыс әскерлерін қабылдауға арнайы қызметкерлер үлгірмей қалған ғой. Енді тұрғызу керек, база керек, әкенгім, шешенгім, шын әкенгім, өтірік әкенгім, жаңағы бағып алған әкенгім, қайда оқыдың, қайда тұрдың, жаңағы кімсің деген сияқты архив керек, олар архивтестіру керек. Жаңағы атым Петр Александр десе, Петр екен, Александр екен деп ала бермейді ғой енді оның бәрін. Кімсің жаңағы әкеңнің қазіргі әйелінің бұрынғы күйеуі кім, шешеңнің қазіргі байының бұрынғы қатыны кім деп бүкіл архивін сұрайды ғой енді ол орыстан. Жаңағы кімсің, қайда тұрдың, қай ауылда тұрдың, қанша грамм водка іштің жаңағы деп бұл қысқасы. Соның бәрін сұрайды ғой енді. Сөйтіп сұрап архивтестіру үшін онда шынайы ол шпион ба, шпион емес пе, ертең қабылдап алғаннан кейін Украинды былықтыра ма, жаңағы оның кейбіреусі мен Украин едім деп жаңа аяқ астынан жаңа қоқылша сөйлеп шыға келеді екен. Сонымен қысқасы Украин енді мына
тізе бүккен орыстың әскерін қабылдап үлгіре алмай жатыр екен. Анау сайттар тіпті бәленбай ай жаңағы мен атым пәлен, фамилиям міне, әскери нөмірім мынау, жаңағы шенім мынандай, мен енді сөздің шыны алдыңғы шепке мені жіберген күні бағынамын деп, ана запастағы әскер болып тұрып алдын ала қат жазып, құпия кодтарын алып, мен пәленші нөмірлі код, мен сендерге бағынуға жаңағы өтініш тапсырғам деп, бүкіл орыстың әскері тіркеліп қойған ғой, сөздің шыны керек. Тіркеліп қойған. Аты жөні, фамилиясымен тіркеліп қойған. Украинада арнайы сайт бар. Енді ол сайт Ресейде ашылмайтын қылып қойды. Сөйсе мына Украинаның да бәлей. Сөйсе ана арзан телефондарды алып, кәдімгі дрондарымен Ресей әскерилері жатқан казарманың үстінен телефон шашып кеткен ғой. Мына телефонды пайдаланып, бізге ақпарат беріңдер. Ол телефондары кодсыз, тіке жаңағы Элен Масктың жаңағы Wi-Fi арқылы спутникпен таратқан қосылып, жаңағы сайтқа аша алады екен. Орыстар жаңағы Украинаның тізе бүгу деген сайтын орыс әскерилердің телефонынан ашылмайтын қылып қойғанмен, украиндар сөйтіп телефон шашып кетіпті. Және бұл телефонды міндетті түрде өзің ғана пайдаланбай, басқаларға да бер деген жаңа талаптарын қойды. Қысқасы, сөйтіп берілген әскердің көптігі соншалық, бүкіл взводы бар, бүкіл полкі бар берілейін дегенде, ана әбден басы жуылған Путиннің сасық шовинистік имперлік пиғылына уланған командирлер берілмейсің, анау мынау, біз ұлы орыс халқымыз ақ көк деп оттап, жаңағы шовинизмдік чатпақтарын айта бастағанда, жаңағы орыстың жігіттері басты қатырмаш былшылдап, немене ұлы орыс халқы, немене Путин, немене Совет одағы миды шірікпеші өзі деп әгілер тас еткізіп командирлерін қақ шекеден атып кетеді. Немесе мына ескі әскерлер әбден жаңағы әбден құл болып үйренген, жаңағы жаншылып біткен ескі әскерлер, олар жаңа әскерлер менен мүлде бөлек, жаңа әскер бағынғысы келмейді. Ол езілмеген, таяқ жемеген, жаңағы педофилдік ұшырамаған, ол үйінде әшейін жаңа ерке тотай болып жүрген жастар. Енді мына жаңа ескі әскерлер соғысу керек, жаңа Путиннің былшыл далбай әңгімесін айтып, жаңа патриотизм, ойбай шовинизм, ұлы орыс халқы, біз орыстар болмасақ күн шықпайды, жер айланбайды, біз ұлы орыс халқы, бізде сұмдық балет бар, бізде сұмдық жаңағы жазушы бар, біздің киномыз керемет, біз ұлы орыс халқы, біздің жаңағы ішкен арағымызда керемет, біздің перегарымызда ол француздың әтірінен күшті деп оттап, жаңағы орыстар отырған, жоғал жары деген ғой, жоғал жары. О, бірдеңен керемет, балетін керемет болса, ана Украинаның дрондарының, зымырандарының алдында билеңдерші, бұттарыңды шибұт қылып ап деп. Қысқасы, жаңа әскерлерін қарсылдатып, жаңа ескі әскермен соғысқан. Сонымен алдыңғы шепте қазір күнде соғыс дейді. Орыстың әскерлері бірімен бірі қырылсады дейді. Шешенмен жаңа орыс қырылсады дейді, Якутпен орыс қырылсады дейді, жаңа Дағыстанмен орыс қырылсады дейді, ескі әскерлермен жаңа әскерлер қырылсады дейді, жаңа әскерлерді олар атып тастайды дейді. Жаңа балалар соғыста өлмей, енді алдыңғы шепте бірімен қырылсады.